Жалпы жас ұрпақтың оқымаса, кітап оқымаса, көркем әдебиетті оқымаса, оның жан жақты болуға, дүние танымы деген болады. Содан кейін жаппай не болса соны оқи бермеу керек, жастар осыны ұмытпау керек. Бәрі бір кітап, анау мынау жоқ, керек нәрсені және түсіне оқу керек оны. Өзі біртіп, сол түсіне оқуға болмайды. Сондықтан осылар түсініп оқыса, өзін өзі тәрбиелейді бар. Көп нәрсені алады, өмір сүрудің салттарын алады. Жан дүниенің құпиясын, жұмбағын түсіне бастайды, өстіп қалыптасады адам. Мынау зиялы деп нәрсені айтып қалды ғой, зиялы деген сөз. Көрінген көшедегі адамға айтылмайды, ол сирек болады, нұрлы адам. Сондықтан ол жазушы әдебиет дегенді біле жоятын рас бізде. Сондықтан балалар жаппай сол керегін шетелдікін оқыса да, қазақтікін оқыса да, керегін іздеп жүріп сұраштырып оқу керек.